аты жөнінің мектепті жазамыз, Абдрахман Назарбеков атындағы 87-ші шалқар мектеп. Сосын аты жөндерін жазасыңдар, 5-ші қай класс, сол жазылады, және де Қазақстан тарихы деп жазасыңдар. Сөйтіп, мына жерде белгілейміз бірдің А, В, С, Д, Е деп берілген варианттары. Осыған дөңгелектеп, ручкамен белгілейміз. Түсінікті ма? Артық қозғалыс болмасын, тек түзу отырып, белгілеп шығасыңдар. Асықпаңдар. Ручкамен.